Достар, бүгін тағы да бір рендердің қызық функциясын айтып өтейін. Мысалға, мен арасында көптеген аудио кітаптар жазамын. Аудио кітаптар кейбір кездері 500 дорожкаға шейін барады, мен жазатын аудио кітаптардың. Мысалға, бұл жерде 57 аудио дорожка бар екен. Енді қараңыздар, сіздер аудио дорожканың әрбір каналына эффекттер қою керек. Яғни компрессор, эквалайзер, не үшін? Өйткені барлық дорожкалар бірдей уровеньде шығу үшін. Ал егер біз осындай көптеген дорожкаға барлық эффекттерді салып шығатын болсақ, copy-paste немесе қайтадан бастап, ол кезде біздің компьютердің процессоріне көптеген салмақ түседі. Ол болмау үшін не істеуге болады? Ол біріншісі, яғни группаға жинау. Барлығын дорожкаларды бір группаға жинайсыздар да, сол жерден эффект жасайсыздар. Бірақ ол кезде рендердің кезінде өте қиын болады. Не үшін? Яғни сіз бір дорожканы сола қоясыз, және time selection жасайсыз, шығарасыз. Екінші дорожканы сола қоясыз, тағы да time selection жасайсыз, және шығарасыз. Ол көптеген уақыт алады. Яғни 300 дорожкамен, 450 дорожкамен жұмыс істегенде, Reaper'дің тағы да бір қызық функциясы, яғни ол рендердің кезіндегі жұмыс. Мысалға, не істейміз? Рендерді ашамыз. Рендердің ішінде Selected Media Items via Master деп таңдаймыз. Мысалға ретінде, мысалы мен бүкіл тректерге бірақ мастер жасадым. Мастер каналда мысалы менде эквалайзер бар, шум алатын эффекттер бар, және де компрессор, дессер, пространственный обработкалар. Қосымша, дәл осы эффекттер арқылы менің бүкіл мына жерде тұрған дорожкаларым через мастер арқылы шығады. Яғни ол үшін Selected Media Item via Master таңдаймыз, және де Wildcards'тан Project Information'ға кіреміз, және бұл жерден трек таңдаймыз. Не үшін? Яғни егер сіздер media мына жерге файл наmeға ештеңе жазбайтын болсаңыздар, яғни бүкіл media itemның барлығы мына жерде көріп отырғандағыдай цифрлармен шығып кетеді. Бірақ бізге ол керек емес. Неге? Өйткені барлығы өз рет бойынша шығу керек. Мысалы 1, 2, 3, 4. Сол үшін трек таңдаймыз. Келесі өзіңізге керек формат таңдаймыз. Яғни менде бұл жерде MP3. Содан кейін барлық media itemді белгілейміз. Ол үшін Ctrl-A-ны басамыз. Және көріп отырғандарыңызда бұл жерде 53 файл рендермен шығады. Рендерді басасыз, яғни 53 файл шығады. Уақытша мен сіздерге 3 файлды шығарып көрсетейін. Мысалы, мен осы жерде 3 файлды таңдап алдым. Енді рендерді басамыз. Көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде тректер через мастер арқылы эффекттен өтіп рендер жасалып жатыр. Өзінің санымен, мысалы 8, қазір 8-ші трек шығып жатыр, келесі 9-ші трек шығып жатыр. Барлығы шығып болғаннан кейін Show in Explorer-ды басамыз. Көріп отырғандарыңызда міне 7, 8, 9. Source-ның ішінде тағы да бір функция бар, яғни ол Selected Tracks via Master. Ол не үшін керек? Мысалы, егер сіздерде бір биттің паканалыкысы болады, немесе аранжировканың, соны через мастер арқылы да шығаруға болады. Мен ондай қолданамын. Мысалы, мастер каналға компрессор қойып қоямын, және де сатурация қойып шығарамын. Барлық тректер через сатурация компрессор арқылы рендерден өтеді. Не үшін біз бұл жерде Selected Media Items via Master таңдадық? Қазір айтып өтейін. Мысалы, сіздердің каналдарыңыз бар. Мысалы, мына канал 2,5 минут болады. Мынау 30 секунд, мынау 20 секунд дейік. Selected Tracks via Master таңдайтын болсаңыздар, Reaper автоматикалық түрде барлық тректерді ең ұзақ тректің көрсеткішін алады да, барлығын сол тректің уақытымен шығарады. Яғни, мысалы, 6-шы трек 2,5 минут болса, 7-ші тректе де 2,5 минут қып шығарып жібереді. Потом 2 жұмыс болады, яғни оны қиып отыру керек. Сондықтан Selected Media Items via Master таңдаймыз. Барлық аудио дорожкалар қай жерден басталып, қай жерден аяқталады. Мысалы, 7-ші дорожка мына жерден аяқталады. 8-ші дорожка мына жерден аяқталады. Барлық дорожкалар өзінің аяқталған уақытымен шығады, қай жерден басталған. Lektion 5. Überraschungen vom Winter. Übung 1.